самал жел, не күшті дауыл. Ауаның жоғары қысымды аймақтан төмен қысымды аймаққа қарай орын ауыстыруын жел дейді. Қысым айырмашылығы көбірек болған сайын желдің күші де арта түседі. Желдің күші Бафорт шкаласымен өлшенеді. Күші бірге тең болғанда біз желдің бар жоғын байқамауымыз да мүмкін. Күші 10-ға тең болғанда өзімізді тік ұстап тұруымыз екіталай. Жергілікті желдер жүйесі жер бедері әртүрлі аймақтар арасындағы қысымды теңестіреді. Мысалы, құрлық пен теңіз, таулар мен аңғарлар. Сондай-ақ ғаламдық желдер жүйесі бар. Жерде соғатын барлық желдер алып, шексіз айналымда болады. Олар мүлдем жел соқпайтын аймақтан, яғни экватордың тымық белдеуінен басталады. Бұл атауды 16 ғасырда тыныштық күйге алданып қалған теңізшілер қойған болатын. Бұл экватор айналасындағы жер мұхиттарының белдеуі күн сәулесінің толық күшін алады. Аптап ыстық алып ауа бағандарын жоғары көтеріп, өте төмен қысыммен үлкен бұлттар қалыптастырады. Ауа экваторда жоғары қарай тік көтеріліп, аумақты желсіз қалдырады. Дүние жүзіндегі жел айналымы осылай басталады. Төмен қысым солтүстік пен оңтүстіктен қуатты пассаттарды өзіне қарай тартады. Бұл жылы ауа жерге түсер алдында мыңдаған километрді басып өтеді. Содан кейін осы айналым тағы да қайталанып, полюстерде қайтадан 6 алып жел жүйесін қалыптастырады. Олар үнемі жер температурасын тепе-теңдікте сақтауға тырысады. Осы жел жүйелері болмағанда экватор анағұрлым ыстық болар еді. Ал полюстер тіптен суық болатын еді. Осылайша алып жел айналымы бүкіл ғаламшардың жылу жүйесін реттеп отырады.